Ассаламу алейкум ағайындар. Так, алдарымызда 112 үшет объеммен зажиганиясын бір түсіндіріп жіберейік. Так, бұл жерде головка прокатка ауысты бізде. Так, шкив астын 40-қа шығарамыз, 40 градусқа. Өрізге қарайды. Так, дальше 40-қа шығарамыз. Сосын мынандай мойында прорезьдер бар, соларға шестигранник тағамыз, алтылық мойны, алтылық ішке қарайды, ортаға қарайды. По плоскости головки жату керек. По плоскости головки. Мына жағы да дәл солай. Пассажир жағы. Мынандай прорезь бар, сол по плоскости головки жату керек мынандай алтылық шестигранникпен. Так, зажиганиямыз осы іште, және бізде балансердің меткісі бар. Балансердің меткісін біздер мына бір жерден қараймыз. Бұл жерден өтіп сығаласақ көрінеді. Міне меткісі тұр, жылтырап. Дәл осы жер метка. Цепті жағалап барасыңдар ғой. Балансердің меткісі көрінеді. И қайқа келетін меткісі да блоктағы меткісі көрінеді. Видеодан дұрыс көрінбеуі мүмкін, бірақ именно осы жерден қарайсыңдар. Шофер жақтағы головка арқылы меткасын. Передний кіршік шешілмесе, метка шамалы кетпейді. Нағыз болмаса, мына жерде коренной сальниктен да қарауға болады. Бұл жерде бізде коренной сальниктің аралай өтіп кететін сквозной тесігі бар, және блокта ар жақта бізде тағы тесік бар. Сол екеуі бір-біріне сәйкес келу керек. Екі тесігіміз. Балансировочный валдың грузингідегі тесік пен блоктағы тесік екеуі бір-біріне сәйкес келсе, значит балансирдің меткісі келіп тұр деген сөз. Так, 112-113 моторлардың меткісі. 113-де балансир болмайды. Так, тағы да бір момент. Мына жерде мына шкив, 113 шкив салып, қазір меткі шығарып отырмын. Өзінің шкивінің меткісі кетіп қалған. Так, егер де шкив, ободок кетіп қалса, резин ортасы, іші темір, мынаған қатырылатын валға. Бұл енді қозғалмайды, шпонка кетпесе. Резин кетіп қалады, босап. Сырты бөлек, іші бөлек. Ортада резин. Сырты айнала береді. Меткі сондықтан сізді алдау мүмкін. Сондықтан іште шпонка бар. Ішінен жұлдызында меткісі бар, передний кіршік шешілген кезде ол қойылатын меткі. Шпонка почти ортаға қарайды. Чуть уклонмен пассажир жаққа. Ал мынанікін қараймыз, міне меткісі. Шпонка мынау, мертвый точка. Мынау осы шетінікі. Бірақ бізге шпонка келіп тұрған жерде 320 келіп тұр. 40 дейтін мына жақта ойнап отыр бізде. 40 мына жақта, шпонка 40 мына жаққа келсе, шпонкамыз мына жақта жүр. Значит, мынау уже опаздан қалып қоя берген. Мына айнала береді, мына қалып қоя береді. Против часовой стрелки опозданиямен үшін қалып қоя береді. Жалпы айтқанда байқасаңдар. Осыған мұқият болыңдар. Меткі шығарып алу үшін салып не қылып атқаным. Алып тастап өзінің несін қоямыз, және сол жерге шпонкамен меткі саламыз, анемен, зубиламен меткі салып жіберуіміз керек. Өзі меткімізді. Себебі бізден кейін біреулер ашып атса, мынау дұрыс емес меткісіне сеніп, заводской меткі деп алданып қалуы мүмкін. Так, 112-113 осы. Жинаған головкамыз енді. Мынау olan жанарсын жинаған головкасы. Клапан сальник ауысты, клапан протирка, головка протирка. Расточка головка. Бетін бір тегістеп. Так, зажигание осы ағайындар. Пожалуйста, қолданыңдар. Түсінбеген жерлерің болып отса, жекеге шығыңдар. Жоғарыда номер тұр.